Бұдан былай бас қалаға келетін жүк көліктерінің салмағы өлшенеді. Қазір Астананың 6 негізгі кіреберісіне арнайы станция орнатыла бастаған. Бастама жол сапасын қорғау мақсатында қолға алынған. Бұл туралы көлік вице-министрі Сәтжан Аблалиев айтты. Ақпарынша 43 жылжымалы бақылау бекетінің күшімен 157 мың шақырымдық автомобиль жолы бақыланады. Негізгі тәртіп бойынша бір бекетке 5 мың шақырым автожол жүктелген. Министрлік өкілі жүк көтеру мүмкіндігі 12 тоннадан асатын барлық темір тұлпарларға салмақ өлшеу міндеттелетінін айтты. Өткен жылдың желтоқсан айында автоматтандырылған өлшеу станциялар жұмыс тәртібін реттейтін заң қабылданды. Бұл заңда әкімдіктерге жергілікті автожолдарда өлшеу станцияларын орнату жөніндегі өкілеттіктер беріліп, жүк көтергіштігі 12 тоннадан асатын барлық көлік құралдары осы станциялар арқылы міндетті түрде өлшенуі көзделген.